Ол жалғыз да, ол адам емес. Ат түсіріп атсам шу? Қаңғыда елдері қарағанды да жүр, өздері бақты да істейді, осында деп шөп шабады. Кез келген қазақ ауылын тастауға болады. Ол кезде осындай не болмады ғой, жағдай. Менің қорам жылы да. Қолым жетіп тұрады. Қыстығыны пимамен жүресің. Мынау жаңа этаж дейлер. Жаңа этаж дейлер. Менің қорам жылы да. Шыны керек. Айтатын нәрсе көп қой. Таптамаша мектеп бардың. Мектепті жапты да тастады, бітті. 4 жылдық болса да оқитын балаларға 6 бала 7 баламен көшті де кетті. Енді қазір қаңғыда елдері қарағанды да жүр, өздері уақыты да істейді, осында келіп шөп шабады. Ана тілің арың бол, ұятың боп құрметте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Қадыр Мырзалиевтің барлығымыз білетін. Мынау өлең дейміз бе, біреулер тақпақ деп айтып жатады өлеңі. Оның осылай тұрғанының өзі де ұят, шындап айтқанда. Бұны балалар мектептің сыртында емес, мектептің тақтасынан, мектептің партасында кітаптан оқу керек. Бала бір жақта, әйел бір жақта, өзі бір жақта. Сонда ол дамаймыз ба, дамамаймыз да өмір. Ауылға бірінші жол болу керек, су болу керек, интернет болу керек, дамыған заман. Интернет болу керек қой, по-любому. Мына кездің Айнабұлаққа тартты, сізге тарта салуға болады ғой. 1,5 шақырым. Халқы аз болғансын, тартылмай тұрғанда. Аз болсын, бір адам болсын, көп болсын, бір адамның санақта бар ғой. Мен үкіметке налог төлеп отырмын ғой. Бір адам болса, бір адамнан жиналады. Ақша бір тиыннан жиналады. Әңгіме сонда болып тұр. Ол жалғыз да, ол адам емес. Жауып тастаңдар, границаны кіргізбей деген әңгіме болмайды ондай. Закупщик келеді қазір, тиынға сатып алады бітті. Сен қыстай бағасың, ол сенің соляркаң бар ма, жоқ па, техникаң бар ма? Онда шәбәс жоқ. Кімге береді? Әуесханға береді, Қалдыбайға береді. Әңгіме сонда болып тұр. Біз кредит ала алмай отырмыз. Ой, оқы. Қарағандыға бар, өзіңді шаруалық қойып, тастадық сосын. Оқыңды осы. Кредитіңді алшы. Бақыттың үйіне келмейді, қайдеді ол? Келдік қой мұны бақыттың үйіне. Ет асып бермейді, қымыз бермейді. Оға бермей-ақ қоймыз. Бақытты қайтеді ол. Ол үшін жастарды заинтересовать ету керек. Ауылға тарту үшін. Әпсе 5 шақырым жерге любой келеді. Ақтауға, Айнабұлаққа неге бармайды? Тұшылар болмайды мысалы. 3-4 ақ үйде шақырады. Анау Ақтау орталарын қаңғыдан мидала ұшқан құс жоқ. Мына 3 қатар үй болған. 3 қатар. Дүрілеген сақтады бар. Сарыөзек деген жер бар, бір Сарыөзектің 3000 бас ақбас болады. Ол кезде осындай не болмады ғой, жағдай. Мынандай телевидение, не шақыру деген болған жоқ. 7 бала 9-шы сыныпты бітірейін деп тұрған 7 бала жылады ғой, кетпей. Ол кезде менің үлкен қызым мектепте оқитын. Содан кейін неше жыл болды мына? 10 жыл болды ма? 10 жыл болды. Біздің ауылдың енді мектебіміздің жаңағы жоқ болғаны болмаса, басқа жағдай жаман емес, жақсы. Сол кезде мектепте қанша бала оқып жүрді? 4 жылдық мектеп болды ғой ол кезде? Жоқ, басында 9 жылдық мектеп болды ғой. Ой, аудан көлемінде танымал мектеп болдық қой біздің мектеп деген. Бізде қаншама не дарынды балалар шықты біздің мектебімізден. Жаңағы Елубаев Жанбота біздің мектептен оқыған оқушымыз. Аманжолов Әсет, менің оқушыларым міне. Толып жатыр, қаншама балалар шықты. Сол мектебіміз жабылды. Сол мектебіміз жабылғаннан кейін бүкіл жастардың бәрі көшті. Олар жастардың көшу себебі 20-20 бағдарламасымен? Болашағы жоқ елді мекенде бізге үй берілді. Сосын кейін жастардың бәрі көшті. Мектеп жабылды. Сонымен болды. Тегін емес. Ойбай қалдым ауылым сабаппын ғой. Ол тегін емес, жаңағы арендасын төлеп тұрамыз әлі. Балалар оқиды сода. Менің неше балам болды? 5 балам болды, біреу кетті, біреу барлық студент болып кетті, енді 2 балам қалды ғой. Сол неде оқып жатыр. Интернет жоқ. Сол онлайн сабақ болғаннан бері мынандай не қойдық қой? Wi-Fi қойдық қой. Оның өзі кейде ұстайды, кейде дұрыс ұстамайды. Интернет жоқ. Сосын не? Қыр сол сөйлесетін телефон аудан іргесінде тиіп тұр, біздің ауыл ойда дейді. Ойда болғанда интернет ұстамайды. Бірақ та жаңағыда не қойға болады ғой? Антеннасын қойса ұстайды.
Так, тағы не айтамын? Су тоже жоқ. Су проблема бізде. Малға да су проблема, адамдарға да су проблема. Сосын не керек? Бізде мысалы енді әркім өзінде былай су проблема дегенде не ғой? Өзің қазыбаған суымыз бар. Былайынан енді ауылдың ортасын биыл кіргізіпті ғой. Биылғы жылы не тет деп жатыр. Жаңа әкім айтып жүр ғой, Ғанибет. Биылғы жылы су тартылады. Иә. Башня дейма. Негізі мынау скважина қазат елдер түсінгенім, иә. Біреулердің үй жанынан 5-6 метрден шығады, біреулердің үй жанынан 20-30 метрден шығады екен. Иә. Оны қаздыру метрі 30 мың ба 25 мың ба сондай скважинаға. 15 мыңнан болды ғой дейм метр, аха. Кезінде. Метр 15 мыңнан болды ма? Былтыр ұмытып қалдым. Азаматтар қаздырды ғой, сол азамат қанша метрге дейін қаздырды екен. Біздікі мысалы біз өзіміз үй салғанда ол қолмен қаздырдық. Иә, біздікі тез шықты. А енді мына жақтардікі ол. Азаматтікі 24 метрден шыққан. Сондай шықты ма? Бәсе олар өте көп болды. Су. Негізі ауылда да жақсы күшті тұруға болады, көрдің ғой, сиырды аппаратпен сауамыз, үйіміз бар, жаңа үйіміз. Тек қана мектеп жоқтығы сол қиналтады мені. Балалардың да. Жалпы осы ауылдың болашағына сенесіз бе? Сіз бір ғайыптан тайып сенбеймін. Сенбейсіз, иә? Қайтадан ол мектептің ашылып, қайтадан ауыл кішкене бір 30-40 үйлі, бір 20-30 балалы мектеп болады дегенге сенбейсіз? Жоқ, 20-30 баламыз бар ғой біздің, бәрі жаңарқадан. Бар, бәрі жаңарқадан оқып жүр. 20-30 баламыз бар біздің. Негізі 14 ба, 15-18 ба бала болса мектеп жабылмау керек. Енді ол кезінде жабылып, неше 10 жыл бұрын жабылып қалды ғой. 10 жыл болды биыл. 10 жыл бұрын жабылып қалған нәрсе. Не? Біздің осы ауылда 14-15 бала бар, ана ауылда 14-15 бала бар. Екі ауылды қосқанда ше. Біз екі ауыл ғой, жаңа Алғабас бар ғой. Біздікі ескі Алғабас. Рахмет. Бұл ауылдардың, кішкентай ауылдар, Алғабас ауылын есіме түскенде үлкен тарихы бар кішкентай ауыл ғой бұл. 57 жылы Жақин Әбсалам дейтін туысқанымыз Жаңарқа ауданының колхоздарының ішінде бірінші орын алып миллионер колхоз атанған. Кетуге кеткен колхоз болды ғой. Әкелеріміз, ағаларымыз сол іргетасын қалады, туысқандарымыз, ауылдастар. Көшіп кеткен, келгені бар 92-93 отбасы болған екен. Қазір 12 үй бар. Кез келген қазақ ауылын тастауға болмайды. Азық-түліктің қоры, мал, егін, нан барлығы ауылдан шығады, қаладан ештеме шықпайды. Кейін шығады, кенді жей алмайсың, темірді, мысты, алтын жей алмайсың. Әлгі алдыңғымыз тас екен, арпа бидай ас екен деген мақал әлі қалған жоқ. Бұл ауыл үлкен трассадан 1,5-2 километр жерде жатыр, 2 шақырым жерде. Мынау кейін былтыр ғана салынған жол дейді. 1,5 шақырым жолды салып, ауылдың түбіне шейін жеткізбеген. Үлкен трассадан өтіп бара жатқан кезімізде әжем марқұм осы ауылдың тұсында бетіміз сипататын Аллаху акбар жасаңдар деп. Неге деген кезде бұл жерде үлкен киелі бақсы адам жатыр, бала бақсы жатыр деп айтатын. Біз қазір сол бала бақсы бабамыздың мазарына кеп тұрмыз. Бұл кісі кәдімгі қобызшы болған, Сайдалы сары тоқалардың замандасы, кәдімгі тарихта аты қалған адам. Бала кезімізде осы кісінің басына тәу етіп адамдар келіп жататын. Одан кейін дін деп енді де бізге кейбір дүниелерден біз безіндік. Ширк дедік, анау дедік, мынау дедік, әруаққа табынуға болмайды, сыйынуға болмайды дедік. Сөйтіп бұл кісі елдің жатысында жайлап ұмытыла берді. Әрине ол Алғабас жұрты ол кісіні ұмытпайды, Жаңарқаның жұрты білет. Дегенмен баяғыда алысты жақыннан адамдар келіп тұратын. Тек қана жаз жайлау, қыс қыстауға айналып, мал шаруашылығына ыңғайлы жер болып қалғаны болмаса, негізі ауыл баяғыдан ұйымшыл болатын еді.